Көктем мезгілі. Қыс мезгілінен кейін келетін жазға дейінгі кезең. Көктем мезгілінде барлық табиғат оянады. Күн ұзарып, түн қысқарады. Көктем наурыз, сәуір, мамыр айларын қамтиды. Наурыз көктемнің бірінші айы. Ауа райы жылынып, қар ери бастайды. Шатырларда сүңгілер пайда болады. Қар астынан алғашқы гүлдер, бәйшешектер шыға бастайды. Құстар жыл жақтан ұшып келеді. Қызғы ұйқыда жатқан аңдар оянады. Наурыз айында 4 мереке мен мейрам бар. Көктемнің алғашқы күні 1 наурызда Қазақстан халқы ағыз айту күнін атап өтеді. Ағыз айту күні адамдардың бір-бірімен достық, туыстық, жағымды қарым-қатынас ортануға бір қадам жасау. Көктемнің екінші мерекесі 8 наурыз, халықаралық әйелдер мерекесі. Осы мерекеде біз әжелерімізді, аналарымызды, әпкелерімізді және барлық әйелдер мен қыздарды құттықтаймыз. 14 наурыз көрісу мейрамы. Бұл күнді аман мерекесі деп те атайды. Көрісу күнінде халық қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысады. Көрісе отырып, бір-біріне бір жасын мен жасын құтты болсын деп айтады. 22 наурыз қазақ халқының жаңа жыл мерекесі. Наурызды жыл басы, ұлыстың ұлы күні деп те атайды. Бұл күні күн мен түн теңелетін мереке, жан-жануарлар дүлдейді. Адамның аузы аққа тиеді. Наурыз көже, бауырсақ және тағы да басқа ұлттық тағамдар пісіріледі. Түрлі ұлттық ойын-сауық ұйымдастырылады, ән айтылады, би билейді. Сәуір көктем мезгілінің екінші айы. Сәуір айында күн сәулесі жерге мол түседі, сондықтан өзен-көлдердегі мұз сынып, ери бастайды. Бесқонақ сәуір айының бірінші жартысында алғашқы жылы күндерінен кейін болатын суық ауа райы, екпінді жел, қатты жауын-шашын түріндегі ауа райының күрт өзгеруі. Ағаштар бүршік атып, жапырақтар жаяды. Ағаштар гүлдейді. Айналада шөп өседі. Сәуір айындағы мейрамдар. 1 сәуір күлкі күні. Бұл күні үлкен-кіші, жас-кәріні бір алдап қоюды ұмытпаңыз. 12 сәуір халықаралық авиация және ғарышкерлер күні. 1961 жылы 12 сәуірде Қазақстанның Байқоңыр аймағынан тұңғыш космос кораблі ғарышқа аттанды. Елімізде 15 сәуір қозы көрпеш пен баян сұлу күні. Бұл мәңгілік махаббаттың символына айналған мереке. Мамыр көктемнің соңғы айы. Мамыр айында қызғалдақ, бақ-бақ шығады. Мойыл, бөрте гүл ағаштары гүлдейді. Күн жылына бастағандықтан адамдар жұқа киім киеді. Ыстық жерлерде адамдар трактор соқасы арқылы жер жыртып, егін егеді. Бау-бақшада адамдар көкөністер тұқымдарының көшеттерін егеді. Адамдар ағаштар отырғызады. Шамамен 20 мамырдан бастап 10 шақты күнге созылатын құралай салқыны болады. Осы кезде киік лағы, құралайы аяқтанады. Мамыр айындағы мейрамдар. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні тойланады. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. 7 мамыр отан қорғаушы күні. Бұл мерекеде біз ер азаматтарды, отанымыздың қорғаушыларын құттықтаймыз. 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Өздерін өмірін қиып, ерлікпен соғысқан ата-әжелеріміз, еліміздің жарқын болашағы, жас ұрпақтың өмірін, халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалды. Көктем өте әдемі, ерекше, сыры бітпес мезгіл.